Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Ешкінің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Ешкі қойдан пайда болды. Ертеде бір кедей байға жалданып қойын бақты. Бай арамдық жасап, жалшының ақысын жеді. Оған: адамға ризық беруші Құдай ғой, рас па? Деді. Жалшы: иә деді. Ендеше ақыңды мен емес, Құдай берсін. Буаз қойым қозы тапса, менікі, қозы таппаса, сенікі деді. Момын байғұс амалсыз келісті. Әділдік Құдайдың бір есімі деген. Сол түні Алланың құдіретімен байдың 90 қойы қатар төлдеді. Бірақ саулықтар қозы емес, лақ туыпты. Бай да Алланың кереметін көріп таң қалды. Амалсыз уәдесін орындады. Жалшы байдың берген малын айдап кете барды. Лақтар есейіп, ешкіге айналды. Ешкі жарықтық тез өсіп өнді. Байғың келсе ешкі бақ, ешкі қойың туысы деген сөз осыдан қалған екен. Нұхтың кемесінен барлық жануар жай алғанда, ешкі ғана қасарысып кірмей қойыпты. Пайғамбар әрі шақырады, бері шақырады. Ешкі көнбейді. Ұстайын десе, қашып ұстатпайды. Бір күні ешкіні қуалап жүргенде пайғамбардың түймесі үзіліп түседі. Ол Құдайдың құдіретімен бір түнде ошаған деген шөпке айналып шыға келеді. Сабағынан әдемі иіспен гүл шығарады. Ешкі оны көргенде сілекейі ағып жеуге ұмтылады. Сөйтсе, шөптің жасырын өскен бармақтай тікенектері бар екен. Олар ешкіге жабысып жібермей қояды. Ешкі одан босай алмай маңырап қоя береді. Пайғамбар ертесіне ешкіні маңыраған даусынан тауып алады. Қанша күн қасарысып, сонша діңкелеткеніне Нұхтың ашуы тарқамаған еді. Ол ешкіні құйрығынан ұстап: мың жерден қасарыссаң да, маған ұрпақ керек, деп кемеге қарай лақтырып жіберіпті. Пайғамбардың қолы қатты тигеннен ешкінің құйрығы шошайып қалған екен. Ошаған деген шөпте Нұхтың түймесінен пайда болған соң, бірде адамға, бірде айуанға жабысып жүреді екен. Ал оның 1001 ауруға шипа болатын қасиеті пайғамбардың шарапатынан екен деседі. Ешкіде қазақ халқының ежелден келе жатқан 4 түлігінің бірі. Ертеректе халқымыз ешкіні негізінен сүті үшін өсіргендігін, сойса еті қалақтай, сауса сүті бұлақтай, ешкі сойып жесең 1 күндік, сауып ішсең 1000 күндік деген мақалдардан айқын білініп тұр. Ешкі өте өсімтал болғандықтан тез өсіп жылдам көбейеді. Ешкінің еті де, терісі де, сүті де, қылшығы мен түбіті де, тіпті мүйізі де күнделікті тұрмыс кәдесіне жарай береді. Ешкінің еті аздау болғанымен ерекше күтімді қажет етпейді. Көктем мен жаз айларында көкке жайылған ешкі сүтінің құрамындағы дәрумендер молайып, әрі дәмі де өзгереді. Ол 600-ге тарта шөп түрін қорек етеді. Жылқы, сиыр және қой малы одан бірнеше есе аз шөппен қоректенеді. Осының арқасында ешкі сүті мен етінде адам ағзасына өте қажетті дәрумендер көп болады. Ерте заманда Амальфея атты ешкінің сүтімен Зевс құдайын емізген деген аңыз бар. Сол заманнан бері ешкі сүті ерекше қасиетті деп саналады. Сонымен қатар ертеректе ауыр науқастан кейін қалыпқа келу үшін ешкі сүтін ішкен екен. Ежелгі Римде ешкі сүтімен бауыр ауруын емдеген. Ешкі сүті әлемде кең танымал, бірақ осы сүтті пайдаланудан көш бастап тұрған Азия елдерінің ішіндегі Үндістан, Бангладеш, Пәкістан және Жерорта теңізінің жағалауындағы елдер Португалия, Испания, Франция, Грекия, Италия болып табылады. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.